Қайырлы күн достар, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай ас көкті қысқа сақтаудың жолын үйрететін боламын. Өте оңай жасалынады. Видеоның соңына дейін көріп, сіздер де қысқа дайындалыңыздар. Мен базардан осындай 2 бума ас көк алдым. Екеуі 400 теңгеге шықты. Үйге әкелгеннен кейін пышақтың көмегімен байланған жерін шешіп тастап, ары қарай краннан алған салқын суға ас көкті салып, 2 шай қасық сода салдым. Сода салу себебім ас көктің арасындағы бізге көрінбейтін микробтарды жояды. Сондықтан сода қосуға сіздерге де кеңес етемін. Соданы салғаннан кейін осылай арасына кіру үшін қолымызбен суға 1-2 рет батырып аламыз. Суда мен 20 минут ұстадым. Міне мен бірінші судан жуып алып жатырмын. Судан алғаннан кейін міне қараңыздар, судың біздің астында не бір микробтар жатыр. Екінші рет суға тазалап жуып алып, ас көкті судан сілкелетіп аламыз. Мен ол жерін видеоға түсірмедім. Ары қарай осындай қағаз майлыққа төсеп кептіріп аламыз. Достар, ас көкті үлкен етіп майлық жайып, соғанда кептірсеңіздер болады. Мен осылай барлығын бір жерге салдым. Ары қарай үстінен осындай қағаз майлықпен басып шықтым. Міне достар, суын кішкене аламыз осындай қағаз майлықтың көмегімен, немесе суын алатын матаға жайсаңыздар болады. Мен осылай жарты сағатқа далаға шығарып қойдым, яғни таза ауаға осындай шығарып. Міне қарасаңыздар, жартылай біздің ас көктеріміз кепкен. Кепкеннен кейін осылай турайтын жерлерін туралап, қолымызбен дайындап аламыз. Міне достар, видеоға мұқият қараңыздар. Осылай дайындап алғаннан кейін өткір пышақтың көмегімен біз ас көктеріміздің артық жерін алып тастаймыз. Міне артық жері бізге қажет болмайды. Қалғанын ас көкті майдалап, тағамға қосатындай етіп, турап шығамыз. Міне достар, өте оңай жасалынады. Сіздер де міндетті түрде осылай қысқа сақтап, тағамдарыңызға дәм береді, және де сорпаға, тұздыққа қоссаңыздар, өте әдемі көрінетін болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Міне достар, мен осылай турап алып, морозилке қатыратын ыдыстарға салып шықтым. Кез келген ыдысқа салсаңыздар болады, және де немесе пакетке салсаңыздар да болады. Міне достар, барлығын турап ыдыстарға салып шықтым. Өте оңай жасалынды. Егер сіздерге рецепт ұнап жатырса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де қай қаладан қарап отырсыз, сол туралы да жаза кетіңіздер. Міне достар, тоңазытқышта тұрған ас көгім осындай болып шықты. Тағамдарға қосып жүрмін. Өте дәмді, дәмін өзгертпейді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.